Күн суығанда жаз мезгілін сағындың ба? Давай екеуміз бірге летний пирог пісіретін боламыз. Бұл пирог клубникамен керемет үйлесетін, бір жасағаннан смело шығады ғой, қыздар. Ішіндегі ингредиенттерді кез келген үйден табылатын ингредиенттер. Алдымен бөлме температурасында 82% сары майға қантпен жақсылап араластырып, оның үстіне қаймақ салып, тағы да қант ерігенше миксермен араластырып аламыз. Сосын ұн мен разрыхлительді жақсылап араластырып, жаңағы массаға салып, бір келкі қолға жабыспайтын керемет қамыр елейтін боламыз. Мінеге қамырымыз дайын болды, өте керемет қамыр. Айтпақшы, барлық толық грамдарын описание бөлімінде қалдырамын. Міндетті түрде осы пирогты жасап, отбасыңызға менімен бірге дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Мінеге алдымен оқтаудың жәрдемімен жайып алып, сосын осындай менде пирог пісіретін арнайы таба, диаметрі 24 диаметр, ұзындығы 2 см биіктігі. Осымен бортиктерін бәрін қолмен басып, керемет қылып жайып алатын боламыз. Енді начинкасын жасаймыз. Начинка үшін бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқа мен қантты жақсылап венчиктің жәрдемімен араластырып аламыз. Сосын үстіне қаймақ, менде 25% қаймақ және кукурузный крахмал салып жақсылап араластырып аламыз. Енді ең басты маңызды начинкамыз клубника. Клубниканы осылай басын алып тастап, ортасын 4-ке бөлетін боламыз. Сол кезде арасында жақсы болып пісетін болады. Мә қыздар, бұл пирогтың иесін айта алмайым бар ғой. Міндетті түрде жасаңыздаршы, керемет болады. Еще бұл пирог бір жасағаннан шығады, кез келген мектеп оқушысы жасай алады. Айтпақшы, қамырды жайғаннан кейін начинкасын дайындаймын дегенше тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Неге енді қамырымыздың үстіне клубниканы салып аламыз, бір келкі қылып жайып шығатын боламыз. Сосын жаңағы начинканы үстіне салып, яғни құйып, лопатаның жәрдемімен ары-бері араластырып, клубникалар батқанша бір келкі қылып жан-жағына тегістеп жайып шығатын боламыз. 4-5 клубниканы алып 2-ге бөлгенмін, бетіне осылай декор ретінде сәндеу үшін. Оларды да қойып, қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, менің пирогым пісіп шықты. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасаңыздар. Бір жасағаннан смело шығатын пирогтардың бірі. Айтпақшы, менің YouTube каналымда бір қамырдан 2 түрлі пирог, карамельный, восточный, сметаник, кез келген пирог, сонымен қатар торттардың тегін мастер-классы бар. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Сонымен қатар келесі видеода қандай рецепт болғанын қалайсыздар, оны да комментарияға жазыңыздар. Айтпақшы, сахарный пудраны сепсеңіздер, вообще түрі керемет болады ғой қыздар. Сіздермен бірге болған Мадина, комментарияда сіздің пікіріңізді күтемін. 4 минутта көңіліңді көтеретін десерт жасаған келе ма? Бүгін мен саған клубника в шоколаде жасауға арналған 10 лайфхакты көрсетемін. Ең керемет десерт қарапайым ингредиенттен жасалады. Бірақ кішкентай ғана трюктар оны шедеврге айналдырады ғой. Алдымен клубникаларды жуып, сосын жақсылап кептіріп алған дұрыс. Әрқайсысын жеке-жеке кептірсеңіз, бас жағында жасылдардың арасында су қалып қояды. Сонымен қатар бізге керек пирометр, әртүрлі посыпкалар, шпажки. Ең алдымен шоколадты дұрыс темперирование жасау керек, яғни 70-30%. Сосын осындай водяной баняда 70% шоколадымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Сол кезде градусына қарап тұрғандарыңыз дұрыс. Бұл қара шоколад 45-50 градусқа дейін ысып, сосын қалған 30% шоколадымызды қосқаннан кейінгі біздің жұмыс істейтін градусымыз 28-29 градус болмақ. Сол кезде өзімізге осындай стакандарға құйып алып, барынша шұңғыл ыдыс болуы керек. Жақсылап клубниканың жан-жағында шөптерін алып, осылай барлық жері тиетіндей қылып батырып, артық жерлерін осылай сілкіп алғаныңыз дұрыс. Және шоколады қатпай жатып, өзіңізге ұнаған посыпкаларды себесіз. Сіздерге уәде етілген 10 лайфхакты тыңдаңыздар. Ең бірінші лайфхак – бұл идеальный клубниканы таңдау. Қып-қызыл, тәтті, сочный және сабағын жасыл болуына мән беріңіз. Екінші лайфхак – құлпынайды тез және дұрыс жуу. Ағып тұрған суға клубниканы жылдам шайып алу керек. Үшіншісі – құрғату. Міндетті түрде қағаз майлықпен, яғни салфеткамен толық құрғату. Бұл өте маңызды. Себебі дымқыл болса шоколад жабыспайды. Бұны есіңде сақта. Төртіншісі – шоколадты баяу еріту. Водяной баняда немесе микроволновкада қысқа паузалармен ерту керек, күйіп кетпеу керек. Бесіншісі, пайдаланылатын шоколад
шоколад 100% сапалы болуы керек және шоколадты дұрыс темперирование жасау маңызды. Яғни 70-ке 30%-бен қара шоколад 45-50 градус болғанша араластырып ерітіп, сосын оттан түсіріп қалған 30% шоколадты қосып 27-28 градусқа дейін суытып, сосын барып жұмыс жасайтын боламыз. Алтыншысы, құлпынайды дұрыс батырған жөн. Сабақ бөлігінен ұстап, шоколадқа баяу батыр. Артық шоколадты сәл сіркіп таста, сол кезде бұл идеальный болады. Жетіншісі, безендіру трюктері. Қалған шоколадпен өрнек, кокос немесе кез келген посыпка визуалды эффектті 2 есе арттырады ғой. Сегізіншісі, пергамент қағазында немесе ұзын шпажкамен қатыру. Және болғаннан соң 10-15 минут холодильникке салу. Шоколадты қатқанша ғана. Тоғызыншысы, сақтау және пайдалану. 24 сағат ішінде жеген дұрыс. Ұзақ тұрса, текстура өзгереді. Міне, осы 10 лайфхакты орындасаң, қарапайым клубникадан нағыз шедевр жасай аласың. Бұл тек десерт емес, визуалды ләззат, көңіл күй және кішкентай ғана қуаныш. Енді дайын болған клубника шоколадтарымызды осындай кішкентай арнайы капсулаларға салып орналастыратын боламыз. Және мен кондитерский дүкеннен арнайы осындай коробка сатып алдым. Бұның бағасы бар болғаны 300 теңге. Бірақ әдемі эффект көрсетеді ғой. Видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл айтылған лайфхактарды кез келген клубника в шоколаде жасайтын мастерлер айта бермейді, қыздар. Сол үшін міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар. Осылай бизнес бастап кетулеріңізге де болады. Сонымен қатар жақындарыңыздың туған күн немесе кез келген мерекеде бос бармай өзіңіз жасаған еңбек туынды әр кезде бағаланады, қыздар. Ішіндегі разрезі осындай болды. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мадина. Қойдың құйрық майы қазақ дастарханының ерекше құнды өнімі, бірақ оны дұрыс дайындау өте маңызды. Егер дұрыс шығарсаңыз, май иісі жаман болмайды, тез күйіп кетпейді және ең бастысы пайдалы қасиеттерін сақтап қалады. Ал видеода мен қалай дұрыс шыжғыру керектігі туралы айтатын боламын. Ең бірінші қадам майды дайындау. Құйрық майды жақсылап жуып, турап аламыз видеодағыдай. Екінші қадам табаны қыздырмау. Көп адам жіберетін қате бірден қатты отқа қою. Май тез күйіп қараяды. Сондықтан табаны баяу отқа қойып, туралған майды суық табаға салу керек. Ал үшінші қадам баяу отта шыжғыру. Отты қатайтпай ақырындап қыздыру қажет. Осылайша май біртіндеп ериді, ал шыққан қытырлақ бөліктері шұжық немесе шыжық өте дәмді болады. Ал сол шыжықты сырап қылмай, апам үйреткен тәсілмен сіздерге нан жабуды да көрсететін боламын. Пиязды турап, оған тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышты салып, жақсылап езіп, жаңағы шыжықты үлкен бөліктерін кішкене майдалап турап, осындай қамырымызды үшке бөліп, шыжықты және пияздың барлығын үшке бөліп, осылайша салып, орап-орап, нан қылып жаятын боламыз. Оған дейін мен сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісе кетейін. Құйрық майдың пайдасы өте көп. Бірінші, бұл энергия береді. Табиғи май болғандықтан ағзаға тез қуат береді. Ас қорытуды жақсартады. Баяу сіңетін пайдалы май қышқылдары бар. Витаминдерге бай. А, Д және Е витаминдері иммунитет пен теріге пайдалы. Суық тиюге қарсы көмектеседі. Халық медицинасында жөтелге, кеудені жылытуға қолданады. Буын мен бұлшық етті қыздырады. Жылы күйінде жағып ауырған жерді жеңілдетуге болады. Менде осындай қойдың құйрық майын сақтауға арналған арнайы банкам бар. Май бітіп қалған, соның үстіне құятын боламыз. Осындай міндетті түрде сүзгіден өткізіп құйыңыздар. Бұл май өте пайдалы, құрамында ешқандай химикат, еш нәрсе жоқ. Сонымен қатар осы маймен енді жөтелген кезде қақырықты тез түсіретін қоспа дайындайтын боламыз.
Менде осындай бөлек табақ бар. Сол табаққа осылай қойдың майын құйып арнайы алып қоямыз. Жылытқанға да ыңғайлы. Осы табақпен жылытып, кішкентайларым ауырған кезде осы табақтағы қойдың майын өкпесіне жақсаңыздар, қақырығы тез кетеді. Ал үлкен кісілер жөтелген кезде ыстық қолдың үстіне осылай бір ас қасық қойдың майын салып ыстық күйінде ішсеңіздер, қақырықтарыңыз тез түсіп, жөтелдеріңіз басылатын болады. Міндетті түрде аш қарынға күніне таңертең ішкендеріңіз абзал. Мінекей осы уақыт аралығында менің нандарым да пісіп шықты. Өте керемет, пайдалы нан бұл. Сіздерге кеңесім, бұл нанды ыстық күйінде жесеңіздер өте керемет. Мінекей ішінде қойдың құйрығымен, пиязбен өте керемет. Міндетті түрде жасаңыздар, қыздар. Отбасыларыңызға менімен бірге дәмді ас пен қуаныш, сонымен қатар пайдалы тағамдар жасаңыздар. Айтпақшы, қойдың құйрық майы қатқан кездегі түрі осындай болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Капкейкті көп кондитерлер пісіргенмен дұрыс жеуді білмейді екен. Капкейктің астынан бөліп, осылай кремнің ортасына салып, істеп жейтін боласыздар. Айтпақшы, мен бүгін бір қамырмен екі түрлі десерт дайындайтын боламын. Капкейк және мини бента торт красный бархаттан екеуі де. Алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын венчикпен осылай араластырып алатын боласыздар. Сосын бөлме температурасындағы айранның үстіне бір шай қасық гелевый красительді қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды салып, үстінен қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін сұйық майды құйып, тағы миксерлеп, жаңағы красителі бар қоспа мен құрғақ ингредиенттердің барлығын 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп салатын боламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Мінекей үшінші бөлігінде салдық. Консистенция бізде орташа болады, қатты қою емес, қатты сұйық емес. Енді осындай кондитерский мешокқа біздің қоспамыздың жартысын салып алатын боламыз. Бұл бізге капкейк үшін қажет болады. Енді осындай арнайы кекс пісіретін ыдыстың үстіне капсулаларды салып, үстіне жаңағы капкейкке арналған қамырымызды құйып шығатын боламыз. Айтпақшы, бұл қамыр бізде красный бархат қамыры болып саналады. Яғни осы бір қамырмен красный бархаттан мини бента торт және красный бархаттан капкейк жасайтын боламыз. Қамырдың қалған бөлігін осындай 4 кольцоның астына пергамент төсеп, барлығын салып, бір тегіс қылып жайып шығатын боламыз. Мінекей, менде бента тортқа арналған бисквит және мини капкейктерім дайын болды. Енді осыны 180 градуста алдын ала қызып тұрған духовкада пісіріп алатын боламыз. Капкейктердің піскенін білуіміз үшін осындай шпажканы капкейктің ортасына тыққан кезде ешқандай судың ісі болмайтын болады. Жақсылап суытып аламыз. Бөлме температурасында 30 минуттай. Себебі крем жаққан кезде креміміз ыстық крем еріп кетуі мүмкін. Енді крем жасау үшін творожный сырдың үстіне қантты қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Мұздай холодильниктен шыққан сливкиді құйып, жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Менде осындай насадкамен капкейктердің үстіне осылай әдемілеп безендіріп шықтым. Айтпақшы, осы капкейкті көпшілігі пісіруді білгенмен жеуді білмейді екен. Қалай дұрыс жеу керектігін мен видеоның басында көрсетіп кеттім. Видеоның басынан көріп кетулеріңізге болады. Менде жалпы 12 капкейк шықты. Алғашқы 3 капкейкті қара шоколадпен, одан кейін 3 капкейкті золотистый посыпкалармен, тасмоншақтармен, қалған 3 капкейкті жүрек осындай посыпкалармен, капкейкті аппақ шоколадтармен безендіріп шықтым. Жақыннан қараған кезде түрі осындай болады, дәмі өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Айтпақшы, қыздар, менің каналымда көптеген тәттілердің тегін мастер-класстары бар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал енді бента торттың қамырына кірісетін боламыз. Мінекей бента тортым менде осылай пісіп шықты. Қалыбынан ақырын жан-жағына осылай пышақпен кесіп шешіп алатын боламыз. Менің диаметрі 12 диаметрде болды. Шамамен осындай кесенің жәрдемімен 2 корж қылып бөліп алдым. Осылай бөліп алғаннан соң 2 коржымды алып, қалғандардың барлығын жақсылап крошка қылып майдалап шықтым.
Ал енді мини бента тортты жинайтын боламыз. Красный бархаттың коржын қойып, осылай үстіне кремін жағып шығамыз. Айтпақшы, бұл жерде бізге ешқандай пропитка ештеңе қажет емес, себебі біздің қамырымыз өте влажный, керемет болып шықты. Осылай қалған креммен шет-шетін барлығын тегістеп бір келкі қылып шағып шығамыз. Ал жаңағы артылған корждарды осылай жан-жағына безендіріп шығатын боламыз. Артылған кремді үстіне жағып, енді финишный сәт бетін безендіретін боламыз. Осындай жүрек посыпкалармен және тас моншақтармен бетіне посыпка алып сүйіп шықтым. Мінекей менің мини бента тортым дайын болды. Бағасын беріп кетіңіздер 1-ден 10-ға дейін. Қандай баға қояр едіңіз? Айтпақшы, капкейктерімнің түрі осындай болды. Міндетті түрде асығыс кезде, әсіресе қонақ келген кезде осылай бір қамырмен сан түрлі керемет тәтті десерттерді жасап, келген қонақтарыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Айтпақшы, піскен капкейкті қалай дұрыс жеу керектігін осылай ең бірінші капсуласына шешіп алып, мінекей өте жұмсақ шифоновый бисквит пайда болды бізде. Енді астынан 2-ге бөліп аламыз, сосын кремнің үстіне қойып, тістеп жейтін боласыздар. Каналым өте пайдалы, кірсең шалмай қаласын. Міндетті түрде осы капкейкті жасап, отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз.